достар, барлығымыз коммуналка төлейміз, Алсеко болсын, Юрта болсын, қалған. Давайте біз каждый төлеген коммуналкадан, мысалға дей қояқ, 4000 теңгеге қазір төлем жасаймыз. Қалай соның 10%-ін алып алуға болады 400 теңгесін. Және ол 400 теңгені прям біз счетқа обратно аударып аламыз. Кеттік. Мына видеоны соңына дейін көрейік. Ол үшін біз платежи бөліміне өтеміз. Өткеннен кейін коммуналка дегенді басамыз. Осы жерге Алсеконы тереміз. Міне шықты. Мысалы қарайық, мына жерде бізде 2317 теңге электр энергия қарыз бар деп қояйық. Осыны төлеп көрейік. Қазір мынаның 10%-ын мен алып беремін сіздерге. Өтті сумма, бонустың түскен түспегенін тексеріп көрейік, достар. Обновление жасап, міне қараңыздар. Жаңа ғана біз 2300 теңгеге төлем жасаған болатынбыз. Міне көрейгенде, дәлел ретінде, міне қараңыздар. Біз Алсекоға жаңа 2317 теңге төледікте, бізге 232 бонус түсті. Бұны біз қайта құртамыз. Енді конкрет мынаны сақтап алыңыздар. 2681-дің үстіне қазір қосам осыны, қараңыздар. Перевести на карту дейміз. 2681-дің үстіне қосылады. Бұл қазір қараңыздар. Сондықтан тиімді төлеп үйренейік. Осы сияқты лайфхактар бізде көп. Достарыңызға жіберіңіз.